Галтерлерді ең тез углынша шығаруды көрсететін боламын. Заводской жақта буалға қоямыз. Мысалы, осы кесінді жағдайында айтайық. Енді пышақпен осы жерді белгілейміз. Болды, жүріңіздер. Бізде осындай гипстен құйылған қалып бар. Осының көмегімен ақыр жағын аяққа қоямыз, және кесеміз. Өлшеп не қылып отырмаймыз, бірден аламыз да кесе саламыз. Мінекей біздің деталь дайын. Хаппен клейге жабыстырамыз. Қарап отырсаңыздар, мына жақта угол бірден шықты. Басында атып алғанбыз. Өте керемет. Клейлеп уақыт үнемдейміз. Рахмет. Галтельдерді жабыстырған кезде біз ПВА клейін қолданамыз. Глад араластырып, бұл өте тамаша клей болады. Су қосыла ма, қосылмай ма? Су қосыла ма? Су азырақ қосса болады. Кейде қоспай қойсаңыз да болады. Осылай жағамыз. Аударамыз. Бұл жерде шлик көпті салудың қажет жоқ, аз да салып қоймаңыздар. Және бір-біріне жабысатын жерді жабып шығамыз. Керемет. Енді инелердің көмегімен бір-бірін уақытша қосып қоятын боламыз. Туралап. Клей кепкен соң, бұны алып тастаса болады. Қазір артық клейлерді алып тастай саламыз. Дайын.